жылы оның «Бақытсыз жамал» атты романы жарық көрді. Бұл роман жазушының шығармашылық жолындағы ірі табыс қана емес, бүкіл қазақ әдебиетіндегі елеулі көркем туынды болды. «Бақытсыз жамал» қазақ әдебиетінде көркем прозалық үлгіде жазылған тұңғыш роман еді. Міржақып осы шығармасы арқылы бұдан кейін жазылған Жомартбаевтың «Қыз көрелік», Көпеевтің «Қалың мал», Торайғаровтың «Қамар сұлу» тағы басқа романдарына жол ашты. Бұлардың бәрі де сол кезектегі аса маңызды әлеуметтік мәселеге арналды. Қазақ ауылының тұрмысы жайында жазылды. Әйелдердің бас еркі, қоғамдағы жағдайы туралы баяндады. «Бақытсыз жамал» романның оқиғасына арқау болған мәселе де осы. Ескі әдет-ғұрыптың қыспағына түскен қазақ қызының тағдыры. Сүйгеніне Құрман деген ауылда Сәрсенбай деген бай болыпты. Сәрсенбай ешбір ғылым оқымаған, момын, мал баққан кісі еді. Атасының артық дәулет болмаса да, бері келген соң малы да жақсы болып, жылқысы 100-ден асып, 200-300 қойда күтіп, қатардағы малды үйіне қосып еді. Бірақ мал жағына көңілі қош болса да, Сәрсенбайдың жамағатты қалампыр ғұмырында бала көтермей, бұл екеуі балаға зар еді. Сондықтан да Сәрсенбай Жарас молданың Шолпан деген қызын әйелдікке алады. Ал бәйбіше. Ей Сәрсенбай, алдыңғы жолғы сайлауың не болды? Сен сайлауды қалып жатыр деп естідім. Я, бағым сынап көрейін деген бір қайыры болар. Сүйінші сәске, Шолпан апа аман есе болсам қыстапты. О, Құдірет, бүгінге де жеттім ау. Мә, ала қой сүйіншімді. Қуаныш қайырлы болсын, бауы берік болсын. Алла ұзағынан сүйіндірсін, қыз бала демеңіз. Жоқ, олай демеңіздер. Мен қайбір ұл қыз таңдайын деп жүрген кісі дейсіздер. Сәрсенбай 45-ке келгенде ғұмырында көрген баласы осы еді. Сәрсенбай зор қуанышты болып, баланың есімін Жамал қойып еді. Жамал сағынып көрген баланың алды болған соң, ата-анасы қолдан келгенше әлпеште өсіріп, жасы 17-ге де жетті. Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Төлем қызым, келдің бі? Ассалаумағалейкум, Сәрсенбай. Уағалейкум ассалам. Төлем, қайдан келген жігітсің? Мен осы Байжыбайдың елшісі едім. Не шаруамен келдің? Сол кісінің сізге арнаған хабар бар еді. Қожам дейтін сіз Жаман деген баласы бар еді. Жаман деген Жаманыңызға ғашық болып құда болғысы келеді. Байжан. Анау сайлаудағы Байжан ба? Анамды бердім онда. Онда жақында той болады екен ғой. Ендішері кете берейін. Жоқ әке, неге олай дедіңіз? Мен сізге келісімімді бергенде жоқпын ғой. Керек, мына қыз қайтеді өзі? Жоқ, Жамалды өз тегіне береміз. Байжанның баласы Жаман дейді. Атасының байлығы не керек? Не деп тұрсың? Мен қайтсем де Байжанмен құда боламын. Байжанмен құда болдым болсам, қайта би боламын емес пе? Екі дүниеде Жамалдың обалы саған болсын. Би болмақ түгілі, патша болсаң да неге өз қызыңды Жаманға бермешісің? Осы қатынның шашы ұзын, ақылы қысқа деген осы. Сұлулық, ақыл, салтанат үшеуі бір-біріне муафиқ келіп, Жамал сол елдің қызының алды болады. Дегенмен, күйеуінің нашар екенін біліп, көңіліне күннен күнге уайым, қайғы түсе бастады. Жамал ішіндегі мұңын ешкімге батып айта алмайтын еді. Бірақ бір күні қолына қағаз бен қалам алып, ішіндегі сырын жазуды әдетке айналдырды. Осы қызым, ішіндегі бар мұңын қағазға жазып кетеді. Алланың рахматына созатын қол, адасқан мен бір ғарып таба алмай жол. Ашылып, біздің асқа түскен тұман, шаттықпен өткіз деймін тілегім сол. Сыртым сау, ішім түтін қапалықта, бұл күнде көңілім жүрген қасіретім мол. Тереңге түсіп кетем ұстан тайғырып, бір алла жалғыз өзім жәрдемші болып. Жамал, сорлы анаңды кешіре көр. Ешбір ата-ана өз баласына жамандық тілемейді. Бірақ та біз сенің өміріне өз қолымызбен балта шаптық емес пе? Ей, бәйбіше, өсегін дайын ба? Құданың құдіреті десейші, әуелде сен өз қызыңа қайғы қасірет салдың. Міне көрмеймісің? Жамал қызың өзімен өзі азып тозып жүдеп кетті. Bir күні қор болса, не болмақ? Біздің ата-аналық хақымыз мойнымызда емес пе? Осы қатын не құшылдап отыр? Құдайын жазғаннан артық не қыламыз? Байжанға бермесек, ертең жаныңды шығармай ма? Қатын дұшпан деген осы, әйтпесе бұл сөзді айтар ма?
Жамал қанша қайғылы болса да сырын халыққа білдірмес үшін, әрі жабыққан көңілін көтеру үшін қыз-бозбала жиналған жиыннан қалмаушы еді. Жамал, көңіліңді түсірме. Кел одан да билейік. Жастауыңдар. Ой, асықпаңыздар, әуелі өзіңізді таныстырып алайық. Менің атым Жүніс, ал менің жанымдағы Ғали. Ғали, өзіңізді таныстырып кетіңіз. Мен Қызылжар Троицкин деген медреседе оқыған, орысша азырақ білемін. Қазір саудамен айналысып. Бұл жиында Ғали Жамалмен қатар отырған соң бір-бірінің хәлін, һәм кім екендіктерін сұрап білді. Ғали мен Жамал бір-біріне көз қарауларын байқап тұрған кісі болса, екеуінің көздерінде "Мен сені жан-тәніммен сүйемін" деген жазуды оқығандай болар еді. Ей Ғали, сенің біздің қызға көңілің кеткен-ау шамасы? Отырыстарын қарашы, жарасып-ақ отыр. Иә, онымен келісемін. Ал достарыңда біз кете берейік, екеуін оңаша қылдырайық. Жамал мен Ғали аз күнгі ойын күлкінің қызығыменен өздерін дүниедегі бақытты адамдарын санап жүреді. Қалың қалай Жамалжан? Жақсы, өзіңнің қалың қалай? Сенің мұнда бейнеңді көріп жақсы болып қалдым. Кешегі жиын тойда отырған қыздардың арасында сенің шолпан жұлдыздай бейнең менің жүрегіме оқтай қадалып қалды. Саған бір берер тартуым бар еді. Ол не болды екен? Сенің сұлу бейнеңе жарасып кетті. Бұл алқаны қабылдағаның менің сезімді қабылдағаның ба? Ержігіттің іспен дәлелдеген жақсы емес пе Ғали? Астарлап айтқаныңды түсіндім. Оған да көрді. Оқасы Жамалжан. Ғали ары ойланып, бері ойланып, өз ықыласын білдіріп хат жазуды жөн көреді. Тәуекел, Алла басқа салғаннан кейін, не де болса Ғалимен бақытты болып кетсем болды. Енді манадай жұман келеді деген хабар аныққа шыққан соң, Ғали мен Жамал бір-бірінің хат жазып, соңында бірге қашуды жоспарлайды. Бұл хаттарды Ғалиден Жамалға алып келген жігіт Жүніс. Әр уақыт бұл екеуінің арасында осындай хат хабарлар тасып жүретін. Ғалидің анық сенген досы еді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалың қалай? Жақсы, шүкір, өзің қалайсың? Жақсы. Мені неге шақырдың? Бала бізден бірге өсіп жатқан жолдастар едік. Мен тәуекел етіп бұл ішке басымды ойладым. Ал сендер не ақылдарыңды айтасыңдар? Еш уайымдама, мен сенімен қай кезде де біргемін. Ғали мен Жүніс екеуі жолықпақшы болған сайда қашан келеді деп күтіп тұрғанда алыстан екі әйел көрінді. Келсе, Жамал мен анасы Шолпан екен. Жамал, мен сендердің жоспарларыңды білемін. Енді тек Алла сендерге бақыт Түн, дүние тып-тыныш, жарық ай. Біздің жастарды көріп тұрған жалғыз Алла, екіншісі ай мен жұлдыз. Ғали мен Жамал қайда баруларын әбден ойланып, соңында саудалас досы Фатихолла атты байдың үйіне баратын болып шешті. Ғали, не істейміз? Бізді барлық іздеп жатыр дейді ғой. Мен бір амалын таптым, уайымдама.
Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Не істеп жүрсіңдер? Не мәселемен келдіңдер? Ғали мен Жамал бастарынан не өтіп жатқандарын түсіндіріп қуана сұрайды. Ал Фатихолла үйіне кіргізіп төрден орын береді. Жүріңдер, үйге кіріңдер. Бір күні Ғали ауырып төсек тартып қалады. Ауырып сүйегіңіз құрап барады. Енді басқа салғанын көреміз ақ, Ғали. Алла жеңілдігін берсін. Алла сақтар, жазылармын. Ғали! Неге мені тастап кеттің, Ғали? Мен сенсіз кіммін? Ғали, тұршы! Ғали! Деп 13 күн ауырып, бейсенбі күні түс кезінде жанып тұрған жас құмыр сөнді. Жұма күні халық көп жиналып, жаназа оқып, көке моласы деген зиратқа апарып жерлейді. Ғали жан тәсілім қылғаннан бері Жамал ессіз болып қалған еді. Жамалжан, жыламашы. Әлі бәрі жақсы болады. Сен тек өз ғана таптың ғой. Енді жылағанда не өткереді, Жамал? Ғали, жалғызым-ау, жарығым-ау, құлыным-ау. Жамал, Ғали екеуіңді бірге болады деп ойлап едім. Бірақ енді бәрі кеш. Байжанбай келіп тұр деген хабар келді. Жамал қызым, сен оны естідің бе? Маған енді бәрібір. Алла бағыңды ашам дегенде Ғалимен болғанында ашатын еді ғой. Байжан келінін үйіне алып кетеді. Жұман не де ұрып, қинаса да Жамал бір сөз айтып, қарсы айтып көрген жоқ. Қарабет, не анау қолындағы? Сенің шаруан қанша? Тез көрсет маған. Көрсетпеймін. Өлтірем десең қазір-ақ өлтіре бер, маған енді бәрібір. Иә, сені сүйіп бола киімнің күйігі басылмай жүр екен ғой. Онда сенің күйіңді мен басам. Неге мен тастап кеттім, Ғали? Мына иттің қолынан өлгенше сені мен бірге өлемін.